Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге слезы ангела деп аталатын сүзбелі пирогтың рецебін ұсынамын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз онымен қопсызғышты електен өткізіп аламыз. Електен өткізген маңызды, өйткені біздің бәлішіміз биік болып көтеріліп шығады. Екінші, біз сары майымызды үкіштен өткізіп аламыз. Ұнға аунатып отырып үкіштен өткізіп аламыз. Келесі кезекте бізде шекер және де жұмыртқаның сары уызы. Бір келгі болып қамыр біріккенше илейміз. Егер бірікпеген жағдайда бір ас қасық сүт қоссаңыздар болады, немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Бұл песочный тесто. Енді оны алып формамызға орналастырамыз. Бортиктерін жасауды ұмытпаймыз. Формаға орналастырып болдық. Енді салмасын дайындағанша біз оны тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бізге 350 грамм қолдың сүзбесі қажет. Түкен-түкете болады. Оның үстінен 100 грамм шекер және де жұмыртқа қосамыз. Салмамызды бір келгі болғанша блендермен езіп аламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштағы формамызды алып, ортасына салмамызды орналастырамыз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут бойы пісіріп аламыз. Пирогтың ең үстіне қоятын меренгамыз дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ақ уызын миксермен ақ массаға енгенше шайқаймыз және де 2-ге 3-ке бөліп шекерін қосып отыруды ұмытпаймыз. Ыдысты төңкерген кезде ақ уызымыз төгіліп қалмау керек. Бұл біздің меренгамыз дайын болды деген сөз. Енді оны пирогтың үстіне орналастырамыз. Өзіңізге ұнаған кез келген узорды бетіне салсаңыз болады. Қызып тұрған пеште 5-10 минут аралығында беті қызарғанша пісіріп аламыз. Меренганың беті осылай қызарып шығады. Енді оның бетін мискамен немесе тарелкамен жауып қоямыз. 1-2 сағатқа қалдырамыз. 1-2 сағаттан кейін осындай слезалар пайда болады. Біздің пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған арайлым. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.